Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ерекше дәмді сырный шарикидің рецептісімен бөлісемін. Ол үшін ең алдымен үш жұмыртқамыздың ақуызын сарыуызынан ажыратып аламыз. Біз тек ақуызын ғана пайдаланамыз. Ақуызын жақсылап толық аппақ болып көтерілгенше миксерлейміз. Миксерлеп алған соң 350 грамм ірімшігімізді ұсақ үккіштен өткізіп аламыз. Ақуызымызды кеңірек ыдысқа салып аламыз. 5 ас қасық ұнға 1 шай қасық разрыхлитель қосып електен өткізіп қосамыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң, үккіштен өткізген ірімшігімізді қосып, жақсылап араластырып аламыз. Бәрі біркелкі болатын шариктер жасап аламыз. Ыдысқа панировочный сухари салып, жақсылап аунатып аламыз. Табамызға сұйық май құйып, қыздырып аламыз да, шариктарымызды салып, 35-40 секунд пісіріп аламыз. Міндетті түрде араластырып отырамыз. Ыдысқа қағаз сүлгімізді салып, піскен шариктарымызды соған түсіріп аламыз. Шариктарымыз өте әдемі, дәмді болып шықты. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Аптасына 2 рет жаңа рецепт шығып тұрады.